Hoş geldiniz. Bir sulu kız geldi. Есіміңіз? Gülzat. Ау? Gülzat. Gülzat. Mınaға söylем керек па? Маған? Gülzat. Жоқ, sizde mikrofon бар. Сол микрофонға айта беріңіз. Жасыңыз нешеде? 28-демін. 28-десіз. Қай жақтың тумасысыз? Қызылорда. Ал неге Нұрдәулет? Бірінші келбет ұнады. Одан кейін. Сәл қаттырақ сөйлесеңіз. Біріншіден келбет ұнады. Қобалжымаңыз, уайымдамаңыз. Қатысушылар қолдап жіберейік. Келбет ұнады. Одан кейін салмақты өз-өзін ұстай алатын. Тағдырласпыз дегендей. Демек, сізде бұрын Ажырасқанмын. ажырасқансыз, иә? Нұрдәулет, сұрақтарыңыз? Гүлзат, қош келдіңіз. Стиль таза Қызылорда дейсіз қойшым. Рахмет, Алишер. Өзің қолдап отпасаң, болмай тұр. Қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Қанша уақыттан бері негізі бақылап жүрсіз мені? Мен прям айтпаймын, бір көп уақыт болды деп, тек жаңағыдай желілерден отрывоктарын көріп қалам. Негізі басында мен эфирға қатысушы болып келгенімді көрдіңіз, иә? Жоқ, көрмедім. Көрмедіңіз ба? Кеше білдім оны, иә. Талаптарым туралы білмейсіз? Жоқ. Жарайды. Айта кетсеңіз. Енді сәл талаптарым бар еді ғой, Балауса ханым. 18 пен 20 жас деген. Бірақ енді шымылдық ашылғаннан кейін мүмкін адамның ойы всегда өзгеріп тұрады ғой, әрдайым өзгеріп тұрады. Балаларыңыз жоқ, иә? 2 балам бар. 2 балаңыз бар ма? Қазір өзіңізбен ба, жоқ? Өзіммен. Жолдасыңызбен? Өзіммен. Өзіңізбен? Болашақта барлығы жақсы болып кетіп жатса, мен негізі шынын айтайын, ондай біреудің балаларына әке болу қолымнан келмейді негізінде. Өйткені андай өзінің әкесі сияқты мейірім бере алмай қалу деген нәрселерден қорқамда, ертең өзімнің балам дүниеге келген кезде. Жауапкершілік алғыңыз келмейді? Жауапкершілік алғым келмейді. Болсам айтсам? Бұл жерде әкелік махаббатты сыйлау керек деген бір принцип жоқ. Негізі баламен как дос ретінде араласып, сыйластық болса болды ортада. Яғни сіз балама әке болатын адам деп іздеп келіп отырған жоқпын, өзіме қасынан шығар керек деп жатсыз. Главный уважение болса болды. Жоқ, бұл жерде мәселе ертең бізбен тұрады ма деген нәрсе ғой? Иә, мен тастап кетпеймін балаларымды, өзіммен бірге тұрады. Балаларыңыз қаншада сонда? Үлкенім 10-да, кішкентайым 5-те. Өсіп қапты ғой? Қазір өзіңіз осы Алматыда тұрасыз ба? Иә, Алматыда тұрам, жұмыс жасаймын. Руыңыз? Кіші жүз әлім. Кіші жүз әлім дейсіз ба? Иә. Қазір қандай салада жұмыс жасайсыз? Логистика компанияда жұмыс жасаймын. Қалай дейсіз? Логистикада жұмыс жасаймын. Негіз мамандығыңыз не өзіңіздің оқыған? Эколог. Эколог. Жалпы ажырасқаннан кейін бір қарым-қатынас болған жоқ па? Енді оны мына жерде былай айтпай ақ қояйын. Сырласу бөлмесінде. Жарайды, енді қатысушылар білгісі келіп отырмаса, қазір бәрі шығарып алады ғой ішіндегіңізді. Олай болса, қатысушылар сұрақ қойсын ба? Нұрдәулеттің өзі біраз сұрақ қойды, Жаныбек. Қайырлы күн. Гүлзат, қайырлы күн, қалайсыз? Негізі Нұрдәулет айтып отырсың ғой енді. Мен үшін ойлаймын, сен мысалы шымылдық ашып жатсың, ойыннан бірден айнып қалатын сияқтысың. Өте әдемі, шыны керек айтпайсың. 28 дедіңіз, иә? Рас айтамын. Білмеймін, бізге қалай 18-де қызға ұқсап тұр. Қош келдіңіз. Қобалжымаңыз, бәрі жақсы. Не сұрақ қойын, ұмытып қалдым сұрағымды да. Сол жоқ, өте әдемі үміткер келіп тұр негізі. Нұрдәулетке кішкене айтып қойын деген. Қалай болды? 28 қыздар қашаннан бері қарт болып қалды? Жоқ, қандай? Қазір біздің қыздар оталайын деп дайындалып отыр. Жоқ, жаман ойламас. Көзқарастарды байқамай отырсыз. Жоқ, мен өзім таңғалып қалдым, Балауса ханым. 28 деген кезде деп қойдым, бір 18-ден алмайды екен негізі. Иә, бір үміткер сізді таңдағандай неге қобалжып? Бұл кісі сөйтеді, бұл өзі қазады, өзі түседі, көміліп, сөйтіп қалып кете береді. Қош келдіңіз, Гүлзат. Енді бұл кісі де жайлап енді икемін жасап қойып атқаннан кейін талаптарына сай келмейді ғой негізде батыр да енді бұл кісі де.
енді тірі адам ғой, тіршілігін жасап алады, кішкене таңсық тоқтап қалыватса деген сияқты кішкене бір түртіп кетіп жатқан деп ойлаймын енді ағамның. А Жәнібек, не дедіңіз оған? жоқ жалпы менде негізі талабыма келмейтін негізі. жоқ нұрдәулетке айтқым келеді негізі, өте ерекше жақсы үміткер келіп тұр негізі. Ақерке. Қош келдіңіз Гүлсезім. Мен осы жерде, Гүлназ, қош келдіңіз, өте сұлусыз, өз жасыңызға келмейсіз. Гүлзат, иә. Мен осы жерде негізі Нұрдәулетке айтқым келіп тұр, және де сұрағым келіп тұр. Сіз ең бірінші келген кезде, сол кезде маған микрофон жетпей қалған еді. Мен сұрайын дегенім, сіздің сондай бір үлкен талаптарыңыз қатарынан болып жатырды. Сонда сіз, енді қатты айтпай қойын, қалай сұрап тұрсыз сондай талаптарды? Түсінбеймін. Сонда қалай сізді таңдау керек? Не үшін сізді таңдау керек сондай жас қыздар? Нұрдәулет. Енді жаңа салтанат сияқты мен де самооценкам жоғары ғой. Самооценкам жоғары. Лайықтымын деп ойлаймын, әркімнің өзінің талабы бар ғой. Әркім өзінің талабын қоя алады. Жоқ, сонда сізде қандай қасиет бар? Енді Аллаға шүкір. Өзіңізді лайықтымын деп айтып жатсыз. Но енді соны айтамын, сіз өзіңізде көп алып отырсыз шынымен де. Қандай қасиеттер, факт бойынша айтыңызшы, мен осындаймын, осыны бере аламын деген сияқты. Жоқ, былай ғой, Ақерке, негізінде мені қарап жүрген қыздар бар деп ойлаймын, негізі бар ғой. Енді ол самооценкам жоғары, анау-мынау деген нәрсе емес, бірақ та ол бір қыздың талабында болуы мүмкін. Мен 18 жасар қыздың талабында болуы мүмкін. Даже одан да төмен қыздардың талабында болуы мүмкін. Просто енді жасым жетпейді деп күтіп жүрген қыздар болуы мүмкін да. Қазір өмір ғой, енді өмірде барлығы бар ғой. Баласахан мысалы, ол сияқтан да үйленіп кетті ғой. Неше түрлі жұптарымызшы, ажырасқандармен ажыраспағанда үйленіп кетті. Баласы барлармен баласы жоқтар үйленіп кетті деген сияқтышы. Сол себепті әркімнің өзінің талаптары бар. Баласахан мөлшерде айта кетсек бола ма? Мен ойлаймын, просто сізге кішкене жерге түсу керек деп ойлаймын. Шынымен де. Жоқ, Ақерке, бұл жерде бар ғой, мен көкке көтеріліп кетті, 5 жылды жабыстырып алды деген нәрсе емес. Бұл енді өзімнің өмір жолым, мен өзім өмір жолымда кімді алып жүргім келеді, сондай адамды талабыма қойып айттым, болды. Жақсы, Ернар. Енді бір жағынан Нұрдәулетке мен келісем пікірмен, өйткені адам баласында ең бірінші құнды ресурс ол уақыт бізде ше. Шынымен если сенің талаптарың нақты сондай болатын болса, думаю, ол адамның уақытын алмай қойған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді Нұрдәулетке нақты және сондай бір сұрақ болып тұр. Сен осы 18 бен 20 жаста деген талапта қаласың ба, және босағаттамаған болу керек дедің. Әлде егер шымылдық ашылғаннан кейін келбетін алып жатса танысып көруге дайынсың ба? Негізінде Балауса ханым, біз айта береміз ғой, анау, мынау депші. Негізі, любой адамның ішіндегі адамгершілігі, адами қасиеті, бірге қолдау деген сияқты, поддержка, сондай нәрселерге қараймын ғой негізі. Сосын адам баласын сен мысалға, менде мысалға болады бір 2-3 кездесуде бірден танып ала салам адамды ше. Сенде қанша уақыт аралығында адам тани аласың деген сияқты. Енді ол... Негізі адам тани аласыз ба былай? Негізі адам тани алам, иә. Түсінікті. Адам тани алам. Онда танитын шығар 2-3 кездесуден кейін. Ринат? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Кіші жүз әлімнің қайсысыз? Жүзге бөлінбейміз, қыздар, жігіттер. Жоқ, просто руын сұрап отқаным ғой, Балауса ханым. Бөліне отқан жоқ, бір руын сұрап отырмын. Не істейсіз енді айтты ғой. Жерлесіміз екен, өзі рулас екен. Андай ғой, Нұрдәулет, просто деймін да, жаңа сен ортаға шығып бараттың ғой, сонда жөті біздің қыздардың арасынан біреу жер шығып кетті. Менде негізі андай. Менде Балауса ханым андаймын ғой. Менде Балауса ханым. Менде эфирде жүргенде андай құр қарап жүрмейміз ғой. Бетеп ялап қарап отырамыз ғой. Кім қандай отношение, кіммен кім қалай сөйлесіп жатыр деп. Неге Нұрдәулет, саған просто сұрақ қой. Сенің ойың осы арамызда бір қызға кетіп жүрген жоқ па деген сұрақ саған. Жоқ, бұл жерде негізі... байқамайтын жоқ осы. Негізі кім туралы айтып отыр деп мен де ойланып қалдым қазір. Бізде жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па, және Ринат айтып отырған қыз кім?